Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода біз Arduino'ға сервоприводты жалғайтын боламыз және де сервопривод жайлы айтатын боламыз. Алдымен сервоқозғалтқыш неден тұратындығын көрейік. Сервоқозғалтқыш қозғалтқыштан, контроллер платасынан, потенциометрден және шығатын валдан тұрады. Қозғалтқыш осы сервоқозғалтқышты айналдыру үшін көмектеседі. Ал потенциометр болса, осы сервоқозғалтқышқа берілген градусты дұрыс орындау үшін арналады. Сонымен қатар, контроллер платасы осы қозғалтқыш пен потенциометр арасындағы байланысқа керек. Менің қолымда міне осындай көк сервоқозғалтқыш, редукторы пластмасс материалынан орындалған SG90 деген. Бірақ ол менде сынып қалды, сондықтан мен екі жаңа сервоқозғалтқыштарды сатып алдым. Ол MG90S деген сервоқозғалтқыштар металл редукторынан орындалған, өте сапасы жақсы және кішкене қымбатырақ. Осы сервоқозғалтқыштарға сілтемесін осы видео астында қалдыратын боламын. Біз сіздермен сервоприводты Arduino'ға потенциометр арқылы жалғайық деп жатырмыз. Ол үшін бізге Arduino, потенциометр, бірнеше перемычка және де сервоқозғалтқыш қажет болады. Ең бірінші потенциометрді макеталық тақтаға орнатайық. Оның кез келген шеткі пиндары плюс немесе минус болады, ал ортаңғы контакт Arduino'ға баратын пин. Ал толығырақ болса Arduino'ның аналогтық A0 пиніне жалғанатын болады. Сонымен сервоқозғалтқыштың үш сымдарын көрейік. Ол қоңыр немесе қара, ол минус, яғни граунд, плюс ол қызыл және де қызыл сары сымымыз, ол бізде пин Arduino'дың сандық 9-шы пинға барады. Міне біз барлығын жалғап біттік. Енді Arduino'мызға скетчімізді құямыз. Міне енді нәтижесін көрейік.
Егер видео сізге ұнаса, онда лайк басыңыз, ал егер ұнамаса, онда да лайк басыңыз, себебі лайк басу керек.